Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жергілікті жерді картасыз бағдарлау. Оқытушысы мен Дәулетханұлы Дастан. Сабақтың тақырыбы жергілікті жерді картасыз бағдарлау. Сабақтың мақсаты бағдарлау туралы түсіну, компас пен аспан денелері және жергілікті заттар бойынша көкжиек тұстарын анықтай алу. Өзінің тұрған орны туралы мәлімдей білу. Білуге тиісті бүгінгі жергілікті жерде көкжиек тұстарын компас, аспан денелері және жергілікті нысандардың көмегімен анықтауға болады. Әсіресе көкжиек тұстарын компастың көмегімен анықтау тәсілі кеңінен таралған. Тұспағар туралы түсіну, көкжиек тұстарын компаспен анықтағанда оның көлденеңін ұстап, тежегішін басып, магнитті нұсқаларын солтүстік ұшын нөлдік сынаққа дәл келтіретіндей етіп бұру керек. Сонда компас В, Ю, З әріптеріне сәйкесінше шығыс, оңтүстік және батыс бағыттар, ал нөлдік сынақ солтүстік бағыт болып көрсетіледі. Көкжиек тұстарын сонымен қатар күнге қарап та анықтауға болады. Күнге қарап анықтау анағұрлым оңай, бірақ нәтиже дәл болмауы да мүмкін. Күн мысалға таңғы сағат 7-де шығыста болса, сағат 13:00-де оңтүстікте, ал сағат кешкі 7-де 7 шамасында батыста болады. Сағатты пайдаланып көкжиек тұстарын анықтау үшін сағаттың көлденең және сағаттың тілін күнге қарай етіп орналастырып, кейін 13:00-де, яғни 1-де цифр арасындағы бұрышты ойша дәл ортасынан қақ бөлу қажет. Анықталған түзу шамасының оңтүстікке меңзейтін сағат 13:00-ге дейінгі сол бұрышта, ал 13:00-ден кейін тек оң бұрышта бөлу қажеттілігін есте ұстаған жөн. Сонымен қатар көкжиек тұстарын келесі жиі кездесетін белгілер бойынша шамамен анықтауға болады. Яғни ағаштың қабығы солтүстік бетінде қалың, ал оңтүстікте жұқа және иілгіш келеді. Мүк пен қына ағаш діңі мен тастардың солтүстік бетінде көп шоғырланады. Күн ыстық болған жағдайда қылқан жапырақтылар ағаштың үстіндегі шайыры оңтүстік жақта көбірек жиналады. Әдетте құмырсқа илеуі ағаш діңінің оңтүстік жағына орналасады. Оңтүстікке орналасқан құмырсқа илеуі солтүстіктегі қарағанда анағұрлым жайпақ болады. Жеміс-жидекте оңтүстік жақта ертерек піседі. Сонымен қатар қар оңтүстікте тезірек ериді. Қар ери бастағанда оның үстінде ойық немесе тесіктерге ұсақ зілдей қабық пайда болады. Сондай-ақ көкжиек тұстарын түнде ашық аспанда солтүстікке орналасқан темірқазық бойынша анықтауға болады. Оның 7 қарақшы шоқжұлдызы арқылы оңай табуға болады. Бұл үшін 7 қарақшының екі шеткі жұлдыздары арқылы ойша түзу жүргізу керек. Осы екі жұлдыздардың арасындағы қашықтықтың соңында темірқазық көрінеді. Егер бұл күні темірқазықты табу қиынға соқса, бірақ ай көрініп тұрса, көкжиек тұстарын айдың көмегімен де анықтауға болады. Алайда бұл тәсілде анық дәл нәтиже бермейді. Көкжиек тұстарды ай толғанда анықтаған оңай. Бұл фазада ай күнге қарсы орналасады, яғни түнгі сағат 1:00-де оңтүстікте, таңғы сағат 7:00-де батыста, 19:00-де шығыста болады. Сабағымызды қорыта келе, бүгінгі алған білімдеріңді және қазіргі навигациялық жүйелерді пайдалана отырып, өзің тұратын үйдің мектепке қай бағытта орналасқанын анықта, үйіңнің солтүстікке, оңтүстікке, батыста, шығыста қандай белгілер, нысандар орналасқанын анықта. Мектепке бару үшін қандай бағытқа бет аласың. Осы бойынша жұмыс жасап, қай бағытта орналасқандарын анықтап келіңіздер.